Assalomu alaykum, amansizlar. Xush keldingiz. Balki bu YouTube kanalidagi video bo'lishi mumkin. Endi odatda sol YouTube kanalida video solamiz, ya. Bu video ne? Biz kimmiz? Ne istaymiz? Qalay istaymiz және qancha vaqtda жасаймыз degan сұрақтарға javob beramiz. Qisqacha tanishtirib o'tsam, o'zim негізі атым Елжан болады және мен ағылшын, араб тілдерінен сабақ беремін. English and Arabic. Қазіргі кезде осы ағылшын мен араб тілінде сабақ береміз. Жеке сабақтар. Егер де ағылшынды оқығыңыз келсе, өзіңіздің мақсатыңыз бар, шетелде оқу, бәлкім оқуға түсу, бәлкім IELTS тапсыру болсын. Сол сияқты мақсаттарға байланысты осы ағылшын тілін үйретеміз. Араб тілі де бар. Араб тілі бастапқы деңгей, сөйлеу, жаңағы құранды қарапайым түсіну болсын, немесе басқа арабтармен мысал ретінде сөйлесе алу деген сияқты қарапайым әңгіме айта алу деңгейіне дейін үйрете аламыз. Сонымен қатар тәжвид әрине бар араб тілінде. Бастапқы деңгей ретінде тәжвид сабақтары да бар бізде. Өзім жеке сабақ беремін. Жаңа айтқанымдай, негізгі ағылшын тілінен бастайық. Мысалы, ағылшын тілін оқитын болсақ, сізбен қалай оқимыз? English. Ағылшын тілінің бастапқы бізде деңгейі бар, я. A1, A2 деген. Одан кейін B1, B2 кетеді, S1, S2 кетеді деген сияқты деңгейлер бар. Қазіргі өзімнің деңгейім шамамен S1, S2 деңгейі шамасында. Ал енді сіз егер де 0-ден бастайтын болсаңыз ағылшын тілін, не істейміз, иә? Ағылшын тілі бізде негізгі A1, A2 деңгейі, осы бізде тілдің іргетасы, базасы дейміз ғой, сол. Егер осыны білетін болсаңыз, тілді негізі ары қарай өзіңіз-ақ тілді күнделікті өмірде қолдану арқылы үйрене аласыз. Осы ретте негізі азыздан күнде кайфпен және тілді өмірде қолдан деген өмірде қолдану деген осы екі қағиданы айтқым келеді. Негізі бұл қағидалар бізде негізін арнайы әдісіміз бар. Бір жыл, бір тіл деген. Қазіргі кезде өзім бір 5 тілде сөйлеймін. Әр жыл сайын бір тілден үйренген жайымыз бар. Яғни ағылшын тілін 1 жыл үйрендік, араб тілін 1 жыл, одан кейін түрік тілін 1 жыл деген сияқты. Әрбір тілге 1 жылдан бөле отырып, негізі осы A1, A2 деңгейінен шамамен B1 деңгейіне дейін өте аласыз. 1 жыл әрине ол толықтай жұмыс жасау керек, уақыт бөлу керек нәрсе. Тіл деген ол бір мезетте үйреніп алатын нәрсе емес. Сол үшін еңбегіңізге сай, әрекетіңізге сай нәтижесі де болады. Сонда азыздан күнде кайфпен деген негізгі осы біздің қағидамыз, және өмірде қолдану, тілді өмірде қолдану деген қағидамыз осы 1 жыл, 1 тіл деген әдіске сәйкес. 1 жыл, 1 тіл атты біздің арнайы кітабымыз бар, электронды кітабымыз. Ағылшынша айтсақ e-book деп айтады, electronic book. Осындай кітабымыз бар біздің. Бұл да қазір бізде сатылымда бар. Егер де осы толықтай әдісі сипатталған 1 жыл, 1 тіл кітабы не жайлы, жалпы тіл үйренуді қалай тіл үйренеміз, тіл үйрену кезінде қандай қиындықтар болады, және әдісі толықтай практикалық қолдануға болатындай жол картасы десең де болады, жоспар, иә. Тіл оқудың жоспары. Ал енді A1, A2-ге қайтып оралайық. Осы біздің негізгі деңгейіміз өмірде қолдану арқылы дедік жаңа. A1, A2-ні өткеннен кейін сіз B1-ді өмірде қолдану арқылы ары қарай деңгейіңізді арттыра бере аласыз, негізі контент көру арқылы деген сияқты. Енді A1, A2 деңгейін біз қанша уақытта үйрене аламыз? Ал жақсы, менімен мысалы сабақ оқып бастадыңыз. A1, A2 деңгейін шамамен бір деңгей бізде 2-2,5 айдай уақыт өтеді. Негізі 1,5 ай кетеді. Егер де сіз бастан аяқ асық толықтай тез қарап шығамын десеңіз, 1,5 ай. 2 ай дейікші, 2,5 ай асықпай түсініп, практикада қолданып,
жасайтын болсақ, онда 2 ай асықпай оқуға жұмсаған дұрыс болады. Яғни оқудың сапасы да жақсырақ болады бұл кезде. Сонда бір деңгейге 2 ай десек, шамамен 4 айдың ішінде, бір 3-4 айдың ішінде негізі А1-А2 деңгейін базаны толықтай қалыптастырып алуға болады. Бұл не? А1-А2-де грамматика болады, сөздік қор болады, спикинг болады, сөйлеу, иә. Бізде егер де сіз жеке сабақ алатын болсаңыз, онда спикинг болады жалпы негізі. Егер де біздің видео курстарымыз, сабақтарымыз болатын болса, онда ол жерде арнайы тапсырма бар сөйлеуге қатысты. Сол тапсырма арқылы спикингті дамыта аласыз. Сол сияқты әр бөлімге қатысты өзінің дамытатын тапсырмасы болады. Негізі осы ретте тілдің, жалпы кез келген тілдің 4 негізгі скилл деп айтамын, 4 негізгі қабілетін айтып өтсек, иә. Speaking, listening, reading және writing, иә. Ағылшынша айтатын болсақ, speaking сөйлеу, listening тыңдау, reading оқу, writing ол бізде жазу қабілеті, жаза алу қабілеті. Осы нәрселер, және осының төртеуінде жұмыс жасайтын боласыз бұл жерде, иә, жасаймыз. Жалпы ағылшын тілі деңгейі осы. Енді қай кезде біз IELTS-қа немесе қай кезде біз басқа бір нәрсеге дайындалсақ болады? Бәлкім бұл енді жалпы ағылшын тілі болғаннан кейін ұбт да қарастырылады бұл жерде. ұбт-ға да қатысты басқа шетелде оқу деген сияқты жолдарды қарастырамыз. Жалпы негізі бұдан бастап, негізі осы А1-А2-ден кейін жалпы деңгеймен қатар бізде мынандай жолдары бар. А2 міне келдік, иә. Біз не істей аламыз? Біз осы жерден бастап IELTS-қа дайындалсақ болады. IELTS-қа осыған дейін дайындалуға болады, әрине. Бірақ қалай дегенмен деңгейді көтеріп алған өзіміз үшін жеңілірек болады, иә. Одан кейін бізде бизнес инглиш деген бар. Егер сіз кәсіпке қатысты оқитын болсаңыз, осы ағылшын тілін, бизнес инглиш бар. Ал егер саяхаттау, жаңағы ел көру, жер көру болса, онда сізге жалпы А2 де жетеді. Негізі артығымен жетеді сізге А2-нің өзі. Егер сіз терең әңгіме айтпасаңыз, бір үлкен бір маңызды жұмыстар жасамайтын болсаңыз, онда қатты Б1-ге, Б2-ге шығудың сізге қажеттілігі болмауы мүмкін. Яғни А2-нің өзі жеткілікті. Әрине алдағы уақытта көтеріп алсаңыз болады. Осыдан кейін тағы не бар? Тағы мысалы study деп жазайын ағылшынша. Оқуға түсу деген сияқты. Яғни осы А2-ден кейінгі деңгейде бастайтын болса, онда сізде нәтижеде жақсырақ болады және өзіңізге де жеңілірек болады. Өйткені сіз тілдің базасын, тілдің іргетасын қалап алдыңыз. Иә? Нөлден бастап бірден IELTS-қа дайындалып кету бұл дұрыс болмайды. Немесе бизнес инглиш деген сияқты. Бизнес инглиштің өзі сізге кем дегенде А2 дәрежені талап етеді. Бар болған жағдайда ғана сіз бизнес инглишті жақсы оқи аласыз. Жалпы осындай. Жалпы тіл оқудың кішігірім жолы осы, иә. Тіл оқу барысында азыздан күнде кайфпен, яғни қысқа сабақтар арқылы, күнделікті кішігірім тапсырма арқылы, тілді өмірде қолдану арқылы, контент күнделікті мынау сіздің телефоныңыз, social media дейді, мысалы әлеуметтік желідегі әртүрлі ақпараттар, видеолар арқылы, ақпаратты көру арқылы, осындай бірнеше жолмен арнайы тапсырма бар. Сонымен қатар journaling деген, күнделік жазу деген сияқты осындай тапсырмалар арқылы тілді жалпы жақсы бір деңгейге жеткізуге болады. Енді жаңа бір жыл бір тіл дедік, иә. Бір жыл. Неге бір жыл? Өйткені себебі біз мысалы грамматика оқимыз, иә. 3-4 айдың ішінде грамматика оқып шықтық, ал жақсы. Бірақ қалай дегенмен де кем дегенде бір жыл болмаса да жарты жыл кем дегенде біз тілді грамматикасын оқып алу ғана емес, біз тілді шынымен өмірде қолдану керекпіз. Өмірде қолдану ол бәрібір басқаша әсер береді сізге. Жай ғана грамматика оқып алу, тестті тапсырып тастау ол оңай. Бірақ тілді өмірде қолдану, оны шынайы өмірде көрінісін, иә, шынайы өмірде көрінісін көру деген сияқты бұл мәселе басқаша. Шынымен де грамматика бөлек, адамдармен шынайы өмірде сөйлесіп бастау, жаңағы текст хабарлама арқылы болса да сөйлесіп бастау, бұл мүлде басқа әңгіме. Өмірде қолдану басқа нәрсе. Сол үшін де кем дегенде 6 ай дейікші, немесе бір жылға дейін де жүрсеңіз де асықпай Б1-ді мықтылап бекітіп алсаңыз болады. Б1 шамасында Б2-ге дейін де жетуге болады негізі. Сөйтіп одан кейін келесі бір тіл оқимын десеңіз, егер де
араб тілі, не түрік тілі, не басқа тіл деген сияқты одан кейін де көшуге болады. Жалпы осылай. Егер де бұл енді қысқаша түсіндірме, егер толығырақ ақпарат керек болатын болса, әрине жекеге шықсаңыз болады, немесе бір жыл бір тіл кітабында біз толықтай осы тіл оқу жайлы айттым, иә. Ол жерде барлық ақпарат бар, тіл оқуға қатысты қандай бір сұрақ бар, қандай бір қажеттілік бар, соның бұл осы кітаптың ішінде бәрі бар бізде. Осындай мәселе. Тағы айтатыным сол, кішігірім өзіміз жайлы айтып өтетін болсақ, яғни қандай білім, иә. Негізі білімге келетін болсақ, жеке білімге келетін болсақ, онда бастапқы кезде мен өзім химия оқығам, chemistry. Бакалавр мамандығында химия оқыдым 4 жыл. Одан кейін химия оқып жүрген кезде тілге қызығу деген нәрсе басталды бізде. Бұл енді кішігірім жеке оқиғам айтатын болсам, өзіңізге түсінікті болсын, қайдан келген, қашан басталды бұл нәрсе деген сияқты. Сол химия оқып бастаған кезде бірінші жылы ағылшын тіліне қызығып бастадым. Біздің топта тағы бір ағылшын тілін жақсы білетін бір бала болды, дос бала болды. Сол кісімен де сөйлесіп біраз уақыт, оның деңгейі жақсы болды, сыбыр деңгейінде деген сияқты. Сөйлесіп қызығып, ол кісіні ислам жағынан қызықты, мен ағылшын жағынан қызықтым деп ортақ өзіміз тақырып таптық. Одан кейін сөйлесіп уақыт өте келе ағылшын тілінде біраз деңгейге дейін меңгердім, алланың қалауымен әрине. Одан кейін екінші жыл болды, араб тілі жылы болды менде. Екінші курс кезінде араб тілін оқуға ниеттендім. Бірнеше туыстарым да жақындарым да араб тілін білетін болған, және сол кісілер де маған кішкене насихат айтып, араб тілін үйреніп алсаң өзің үшін пайдалы болады деп ойлады. Өз басым ешқашан араб тілін үйренемін деп ойлаған жоқпын өмірімде. Оған дейін мен ойлайтынмын, араб тілі тым күрделі, тым қиын, мен оған кірмеймін деп ойлайтынмын. Алайда алланың қалауымен араб тілінде бастадық. Араб тілін сол бір жыл бойы оқыдық. Қалай оқыдым десем, сол бастапқы арабша білетін жақындарым, туыстарым арқылы бастапқы деңгейлерді, жаңағы негізін іргетасын қаладық. Жаңағы морфология деген сияқты, грамматика деген сияқты бір екі мәселені. Одан кейін күнделікті ауызекі сөйлеу ауызекі сөйлеу араб тілін осылай ары қарай жаңағы ютуб арқылы, басқа видеолар арқылы, адамдармен сөйлесу арқылы сөйтіп меңгердік. Қазір шамамен араб тілі деңгейіміз бір екі шамасында. Одан кейін үшінші жыл бізде кетті. Үшінші жыл бізде түрік тілі басталды. Иә, түрік тілі басталды. Жазып қойын, сізге түсінікті болсын. Түрік тілі бізде тарихи киноға қызығу арқылы болды. Негізінен Осман империясы ғой, енді Осман империясына қызығу арқылы солай басталды. Осман империясының құлдырауы деген бір кезең бар, соған байланысты кино болған, бір телехикая болған. Сол кино арқылы қатты қызықтым. Одан кейін өзім үшін де бір жағынан түрік тілін білу, қазақ тіліне жақын болады, түрік тілдес халық деген сияқты бірнеше ойлар болды. Содан кейін соны бастап кеттім. Сосын бір жылдың ішінде шамамен сол бір деңгейіне дейін, А2 бір деңгей шамасында жеттік. Одан кейін 4-ші жыл бізде негізі жапон тілі болған. Жапон тілі. Жапон тілі де қатты жоғары деңгейде деп айтпаймын енді, бірақ жапон тілі бізде жалпы менде негізгі іргетасы бар. Қарапайым сөйлемдер сөйлеу деген сияқты, қарапайым адамның атын айту деген сияқты негізгі нәрсені үйрендік. Жапон тілі неге жапон тілі? Өйткені жалпы ел ретінде қызық, өзімнің де сол студенттік кезімдегі бір екі қызығушылықтарым болды жапон тіліне қатысты. Аниме деген сияқты қызығушылықтар болды өзімде. Сол үшін де бір жағынан жапон тіліне қызықтым, бір жағынан айтылуы ұнады, яғни тілдің дыбысталуы ұнады. Қазақ тіліне бір жақындығы да болды тіл жағынан, иә, тілдік ғылыми жағынан қарайтын болсаңыз, тілдік құрылымы жағынан. Сол сияқты өстіп бірнеше тілді бастаған жайымыз бар. Одан кейін осы химиядан кейін біз лингвистикс дейді, лингвистика мамандығына түстік. Лингвистика деген бізде бұл тіл білімі, жалпы тілді зерттейтін ғылым. Жалпы тіл деген ұғымды зерттейді. Оның ішінде барлық тіл бар. Жаңағы араб, жаңағы семит тілдері дейді, өзінің отбасылары бар, мысалы түркі тілдес халықтар, мысалы, иә, жаңағы қыпшақ тілдері, оғыз деген сияқты бөлінеді өзінің жеке топтары. Мысалы Азия халықтары деген сияқты, мысалы Қытайдың тілі бөлек, Еуропа халықтары, мысалы герман тілдері, жаңағы ағылшын тілі бөлек деген сияқты. Солай.
неміс тілі сол сияқты бірнеше бөлімдерге бөлінеді. Ол да бір жағынан бұл жалпы өзім үшін де ғылыми база ретінде, тіл маманы ретінде өзімді таныстыра алу үшін де керек болды. Сол үшін де қазір біз магистрді осы аяқтадық осы жерде, осы алматыда, иә, лингвистика бойынша, тіл білімі бойынша. Және қазіргі кезде осылай жеке сабақтар бойынша жұмыс жасап жатырмыз алланың қалауымен. Егер де басқа да сұрақтар болатын болса, онда жекеге шықсаңыз болады. Айтқандай төменге WhatsApp нөмір қалдырамын. Сол нөмір арқылы егер де қысқа сабақпен жеңіл түрде өзіңіздің деңгейіңізді көтергіңіз келсе, ағылшын тілі болсын, араб тілі болсын, жалпы негізі түрік тілінен де сабақ береміз. Түрік тілінде бастапқы деңгейіне жалпы кез келген тілге қатысты, иә, не болмаса басқа да бір кішігірім насихаттар болса да, кішігірім бір біздің бәлкім білеміз ау деген бір ақпарат болса да, соған байланысты, соған қатысты да мүмкіндігінше көмектесуге дайынбыз. Олай болса, бүгінше осы кішігірім таныстыру видеомыз аяқталды. Соңына дейін жеткен болсаңыз, алғысым шексіз. Осы нәрсеге қызығып, тіл деген жалпы үлкен әлем, тіл жайлы айтарымыз негізі өте көп. Бұл біздің кішігірім таныстыру видеомыз болды. Олай болса, сізбен болған Елжан. Келесі видеода көріскенше. Ассалаумағалейкум.